Сәлем достар, бүгін біз мынандай топ-томпақ қып-қызыл жіп-жұмсақ болып шығатын табаннан дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнды електен өткізіп алып, дрожж қосамыз, тұз қосамыз және міндетті түрде жылы суға илейміз. Қамырымыз илеп болдық, енді бетін жауып жылы жерге қоямыз. Бір сағаттан соң қамырымызды қайырамыз. Мынау менің бірінші қайыруым. Неғұрлым қамыры көп қайырылса, соғұрлым нан жақсы болады. Тағы да бір сағаттан соң тағы да қайтарамыз. Мына жерде екінші рет қайырып жатырмын. Нанды қайырғанда қол батыратын суымыз жылы болу керек. Нанды осылай екі қайтара 3 рет қайырып аламыз да, табана майлап табаға жайғастырамыз. градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Келесі табаны пештің үстіне қоямыз. Әсел пештің жылуымен көтеріліп тұрады. Осымен біздің табанымыз дайын. Қып-қызыл топ-томпақ әп-әдемі